Сәлем достар, дәрігер ретінде мен сіздермен денсаулыққа қатысты ең маңызды, кейде тіпті айтуға ыңғайсыз тақырыптарды ашық талқылауға тырысамын. Бірақ бүгінгі әңгімеміз ерекше маңызды, себебі бұл еш ескертусіз келетін жасырын жау, кез келгеніміздің өмірімізге қатер төндіретін үнсіз қауіп туралы. Сіздің қаныңыздың ішінде кез келген сәтте жарылуы мүмкін сағатты бомба болуы мүмкін екенін сіз білесіз бе? Ол ешбір белгі бермейді, еш жеріңізді ауыртпайды. Сіз ұйықтап жатқанда, жұмыста, тіпті отбасыңызбен демалып отырғанда да іске қосылуы мүмкін. Бұл жарылыс медицинада инфаркт, инсульт немесе өкпе артериясының тромбоэмболиясы деп аталады. Ал осының бәріне себеп болатын үнсіз жаудың аты тромбофилия. Бүгін біз осы жасырын қауіптің бетін ашамыз. Дәрігерлер неге сонша дабыл қағып жатыр? Бұл дерт әсіресе кімдерге қауіпті? Оның көзге көрінбейтін алғашқы белгілері қандай? Ең бастысы, осы бомбаны қалай залалсыздандыруымызға болады? Яғни өзімізді және жақындарымызды қалай қорғай аламыз? Осы сұрақтардың бәріне анық әрі түсінікті тілмен жауап береміз. Видеоны соңына дейін қараңыз, өйткені бүгінгі ақпарат сіздің немесе жақыныңыздың өмірін сақтап қалуы әбден мүмкін. Ойланып көріңізші, инфаркт және де инсульттан көз жұматындардың саны қазір азаймай тұр. Яғни бастапқы аурулардың қатарында бірінші, екінші орындарды осы аурулар алады. Көбіміз мұны жасы келген, холестерині көп, қан қысымы бар адамдардың ауруы ғой деп ойлаймыз. Бірақ бұл үлкен қателік. Қазір 40-қа толмаған, тіпті 30-дағы жігіттер мен қыздардың кенеттен инсульт алып төсекке таңылғанын немесе инфаркттан қайтыс болғанын жиі естіп жатамыз. Олардың көбі салауатты өмір салтын ұстанған болуы мүмкін, артық салмағы жоқ, сырттай қарасаң денсаулығы тастай адамдар, яғни денсаулығы мықты адамдар. Онда мәселе неде? Неге дені сау көрінетін адам кенеттен құлап, өмір мен өлімнің арасында қалады? Көп жағдайда жауап қанның өзінде жасырулы тұрады. Яғни бұл деп отырғанымыз тромбофилия. Тромбофилия дегеніміз не? Енді соған тоқталайық. Тромбофилия бұл тромбқа деген бейімділік дегенді білдіреді. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, бұл сіздің қаныңыздың қалыптыдан тезірек және жиірек ұюға бейім болуы. Жалпы қанның ұюы өмірлік маңызды процесс. Мәселен, сіз саусағыңызды кесіп алдыңыз, саусағыңызды кесіп алсаңыз, қанды тоқтату үшін сол жерде кішкентай ұйынды, яғни тромб пайда болады. Жара жазылған соң, ағза бұл тромбты өзі ертіп жібереді. Бәрі табиғи, яғни бәрі дұрыс. Бұл табиғи процесс болып табылады. Ал тромбофилия кезінде осы жүйе бізде істен шығатын болады. Қан еш себепсіз тамырдың ішінде өздігінен ұйып, тромбтарды жасай бастайды. Ең қауіптісі, ағза бұл қажетсіз тромбтарды ертіп үлгермей қалады. Міне нағыз трагедия осы жерден басталады. Елестетіңіз. Сіздің қаныңыз бұл бүкіл денеңізге оттегі мен қоректік заттарды таситын өмір өзені болып саналады. Ал тромбтар сол өзеннің жолын бөгейтін тастар деп елестетсеңіз болады. Егер тромб аяқтың терең венасында пайда болса, бұл терең тамырлар тромбозы деп аталады. Ол кезде біздің аяғымыз ісінетін болады, ауырады, қызарады, сондай белгілер пайда болады. Бірақ ең сұмдығы әлі алда. Егер сол тромб орнынан үзіліп, қан ағысымен жүзіп отырып, өкпеге жететін болса, ол өкпе артериясын тығындап тастайды. Яғни осы кезде біздің организмімізде осындай ауру пайда болады, яғни өкпе артериясының тромбоэмболиясы деген. Бұл жағдай инфаркт пен инсульттан кейінгі кенеттен болатын өлімнің негізгі себептерінің бірі болып саналады. Адам кенеттен тұншығып, бірнеше минут ішінде өмірмен қош айтысуы мүмкін. Егер тромб жүректің өзін қоректендіретін тамырды бітесе, жүректе болған болса бұл процесс, онда бұл миокард инфаркті деп аталады. Ал миға баратын тамырды жауып тастайтын болса, бұл бізде ишемиялық инсульт деп аталатын болады. Яғни организмде осындай аурулар пайда болатын болады. Енді міне дәрігерлердің дабыл қағуының басты себебі осы. Тромбофилия симптомсыз дамып, кез келген сәтте осындай қайғылы жағдайға әкелетін үнсіз қатер.
ол жас та, жыныс та таңдамайды адамдарда. Мысалы, 35 жастағы жігіт, екі баланың әкесі спортпен шұғылданады. Бір күні, мысалы, таңертең жүгіріп келген соң кенет кеудесін ұстап құлайды. Жедел жәрдем жеткенше жүрегі тоқтап қалады. Яғни диагноз бұл кезде науқаста жедел миокард инфаркциясы дамыды. Себебі жүрек тамырындағы тромб бұл жерде. Кейінгі тексеріс оның қанында тромбофилияға генетикалық бейімділік барын көрсетті. Ол бұл туралы білмеді, яғни бұл туралы ешкім білген жоқ. Немесе 28 жастағы келіншек, бірінші жүктілігі түсікпен аяқталды, екіншісі солай. Дәрігерлер себебін таба алмай әлек. Тек тереңдетілген анализдерден кейін ғана оның қанында тромбофилия бары, плацентадағы ұсақ тамырларда микротромбтар пайда болып, балаға қан мен оттегі жетпегені анықталды. Бұл ойдан шығарылған оқиғалар емес, өмірдің өзінен алынған мыңдаған мысалдың екеуі ғана. Яғни осы жерде біздің мақсатымыз осы үнсіз жауды қайғылы оқиғаға дейін анықтап, оның қаруын тартып алу. Ол үшін менде тромбофилияға бейімділік бар ма деген сұраққа жауап іздеуіміз керек. Енді осы жерде біз тромбофилияның қауіп факторлары мен жалпы белгілеріне тоқталайық. Менің денсаулығым мықты, маған бұл қатысты емес деп ойлауға асықпаңыз. Бұл дерттің айқын белгілері жоқ. Ағзаңыз бен өмір салтыңыз сізге кейбір қоңыраулар шалып жатқан болуы мүмкін. Яғни осы жерде мен сіздерге барлығын бөліп қарастырамын. Ең бірінші қауіп факторларына тоқталайық. Бірінші фактор бұл жерде тұқым қуалаушылық. Бұл номер 1 фактор. Яғни бұл ең маңыздысы. Сіздің жақындарыңызда 50 жасқа дейін инфаркт, инсульт, тромбоз немесе өкпе эмболиясы болса, сізде генетикалық тромбофилия болу қаупі өте жоғары болады. Сондай-ақ әйелдерде қайталанатын түсіктер, сәтсіз эко, жүктіліктің тоқтап қалуы сияқты жағдайлар да генетикалық бейімділіктің белгісі болуы мүмкін. Екінші фактор бұл артық салмақ және семіздік. Іштегі май жай ғана артық салмақ емес, бұл жалпы қабыну процестерін тудырады, қанды қоюландыратын заттарды бөледі. Сол себепті салмақ неғұрлым көп болса, тромб қаупі соғұрлым арта түседі. Үшінші факторымыз ол аз қозғалыс. Отырып істейтін жұмыс, үнемі көлікпен жүру, жаяу жүрмеу, аяқтағы қан айналымын баяулатады. Бір орында тұрып қалған су сияқты қанда іркіліп қоюлануға, ұюға бейім болып келеді. Ұшақта немесе автобуста ұзақ отырудың өзі саяхатшы тромбоз деген атқа ие. Енді келесі бұл төртінші факторымыз темекі шегу кіреді. Темекі түтіндегі химиялық заттар тамырдың ішкі қабырғасын бұзатын болады. Кедір-бұдыр болған қабырғаға жалпы тромб оңай жабысады. Оның үстіне никотин бізде қанды қоюландыратын қасиетке ие. Бесінші факторларымыз бұл гормональдық препараттар. Яғни бізде жүктіліктен сақтайтын кейбір дәрілер қанның ұю қабілетін арттырады. Егер әйелде генетикалық бейімділік болатын болса, бұл препараттар тромбоздың жалпы пайда болуын арттырады. Менопауза кезінде гормондық терапияға да осы айтылғандар қатысты. Және жүктілік, босану да қауіп факторларына жатады. Жүктілік бұл ағза үшін табиғи тромбофилиялық жағдай. Яғни табиғат әйелді босану кезінде көп қан жоғалтудан қорғау мақсатында қан ұю жүйесін белсендіреді. Егер сізде тромбофилияға бейім болсаңыз, бұл процесс шектен шығады, тромбоз қаупін 5-6 есе арттырып жіберетін болады. Соңғысы бұл созылмалы аурулар, яғни олар қан диабеті, жоғары қан қысымы, атеросклероз, онкологиялық және аутоиммунды аурулар, бұның бәрі қанның қасиеттерін өзгертіп, тромбозға жол ашуы мүмкін. Енді тромбоздың алғашқы белгілеріне тоқталайық. Егер организмде тромб пайда болса, ағза сізге жалпы көмек дабылын бере бастайды. Көмектес деген секілді. Мұны белгілерді бізде білу өте маңызды. Бірінші ол бір аяқтың немесе қолдың ісінуі. Егер бір аяғыңыз екінші аяғыңыздан үлкен болатын болса, бұл тромбоздың ең жиі кездесетін белгісі. Екінші ауырсыну, тромб пайда болған жер сыздап, тартып ауыратын болады. Үшіншісі ол тері түсінің өзгеруі. Тромб пайда болған жер тері қызарып, немесе көгеріп кетуі мүмкін. Жылу сезімі. Тромб бар аймақ басқа жерге қарағанда ыстығырақ болады. Кенеттен пайда болған ентігу, яғни тыныш отырғанда ауа жетпей деміңіз таралса, бұл өкпеге тромб түскенінің өте қауіпті белгісі болуы мүмкін. Кеуденің шаншып ауруы, терең дем алғанда немесе жөтелгенде күшейеді.
қан аралас жөтел пайда болады, жүрек қағысының жиілеуі болады және бас айналу, қайталанатын жүктіліктік асқынулар, осының барлығы бізде белгілеріне жатады. Енді осы тізімнен өзіңізге таныс бірнеше жайтты байқайтын болсаңыз, онда елемеңіз. Енді осы жерде ең маңыздысына көшейік, бұл жауды қалай анықтап, онымен қалай күресеміз. Ендігі осы тромбофилиямен күресудің жалпы жолдарына тоқталайық. Тромбофилия бұл үкім емес, бұл организмнің ескертуі, яғни уақытында анықтап дұрыс әрекет ететін болсақ, қауіпті асқынулардың алдын алуымызға болады. Бірінші, ол жалпы жақсы диагностика жүргізу. Егер сіз қауіп тобында болатын болсаңыз, бірінші кезекте дәрігерге, гематологқа немесе аймақтық дәрігеріңізге, терапевтке барыңыз. Интернеттен оқыған кеңестерді ұмытыңыз. Жалпы осы жерде маманның көмегімен дұрыс бағытқа көшсеңіз болады. Бірінші, қан анализдерін тапсыру керек. Бұл ең маңыздысы. Олардың ішіне коагулограмма кіреді және Д-димерлер тапсырсақ болады. Коагулограмма бұл қанның ұю жүйесін толық тексеретін әдіс. Д-димер, егер ағзада тромб процесі жүріп жатқанын көрсететін сезімтал маркер. Оны түтін детекторы десек те болады, яғни Д-димер жоғары болатын болса, біз организмде басқа да зерттеулер әдісін жүргізетін боламыз. Генетикалық анализ бұл тұқым қуалайтын тромбофилияны 100% анықтайтын әдіс. Лейден факторы, протромбин генінің мутациясы сияқты қателердің бар жоғын көрсетеді. Бұл анализ өмірде бір-ақ рет тапсырылады және ол өзгермейді. Инструментарлық тексерулер, егер тромб бар деген күдік болса, оның орнын табу үшін тамырлардың ультрадыбыстық зерттеуін КТ және МРТ жасалатын болады. Өмір салтын өзгерту сіздің басты қаруыңыз осы жерде. Көп жағдайда егер тромбоз әлі басталмаса, тек өмір салтын өзгерту арқылы қауіпті едәуір азайтуға болады. Оларға мысалы бірінші су ішу, қарапайым, яғни қанның 90% судан тұрады. Бізде су аз болатын болса, қан қоюланады. Күніне кемінде 1,5-2 литр таза су ішу ең қарапайым, бірақ ең маңызды ереже. Көп қозғалыс, яғни қозғалыс бұл өмір, бұл тромбоздың алдын алатын болады. Күнделікті 30-40 минут жаяу жүру, жүзу, билеу қан айналымын жақсартады және тромбқа жол бермейтін болады. Салмақты қалыпқа келтіру керек. Осы жерде әрбір тастаған келі салмағыңыз тромбоз қауіпінен арылу жолындағы жақсы жеңісіңіз болып табылады. Зиянды әдеттерден арылу керек және де олардан бас тарту біздің денсаулығымыз үшін өте пайдалы болып табылады. Келесі қадам бұл дұрыс тамақтану. Кейбір тағамдар бізде қанды қоюландыратын болса, кейбірі қанды сұйылтатын қасиетке ие. Яғни оларға бізде майлы балық, зығыр тұқымы, грек жаңғағы, омега-3-ке бай тағамдар бұл қанның тұтқырлығын азайтатын болады. Бізде сарымсақ, зімбір, куркума деген сияқты өнімдер табиғи антикоагулянттар, яғни қан сұйылтқыш болып табылады. Сосын жидектер, олардың ішінде таңқурай, қарақат, шие, одан бөлек цитрусты жемістер, бұл тамыр қабырғасын нығайтатын болады. Және өйткені оның құрамында витамин С бар. Витамин С бізде антиоксидант, сонымен қатар тамыр қабырғасын бекітуге, нығайтуға жақсы әсерін етеді. Көкөністер, көк шөптер, бұлар да жалпы жақсы өзіндік қанды сұйылтатын қасиетке ие. Ендігі мына өнімдер қанды қоюландырады. Оларға маргарин, фастфуд, чипсы, дайын кондитерлік өнімдер, қант, ақ ұннан жасалған өнімдер, тәтті, сусындар, тоқаштар, осылардың барлығы қанды қоюландыратын қасиетке ие. Және тұз бұл ағзада сұйықтықты ұстап, қан қысымын көтереді. Сол үшін қан қысымы жоғары адамдарға біз тұзды шектейтін боламыз. Енді еміне келсек, біз өз бетімізше ем тағайындамаймыз. Міндетті түрде дәрігердің тағайындауымен ішу керек. Қарапайым аспириннің өзінде дәрігердің тағайындауымен ішкеніңіз дұрыс. Егер қауіп жоғары болса, дәрігер сізге арнайы антикоагулянттар тағайындайды және де бұл жаңа тромбтардың пайда болуына жол бермейді. Сонымен қатар сіз үнемі дәрігердің бақылауында боласыз. Мысалы, жүкті әйелдерге, если тромбофилия анықталатын болса, ана мен баланы сақтап қалу үшін жүктілік бойы тері астына арнайы инъекциялар егілетін болады. Енді қорытындылайтын болсақ, бүгін біз өте күрделі, бірақ аса маңызды тақырыпты талқыладық.
Жалпы тромбофилияның қаншалықты қауіпті екеніне көз жеткіздік десек болады. Есте сақтаңыз, осы жерде тромбофилия бұл денсаулығыңызға деген көзқарасты өзгертуге берілген мүмкіндік, яғни бұл болашақтағы инфаркт пен инсульттің алдын алуға арналған сигнал. Денсаулық бізге өзімізге берілген ең үлкен аманат. Оған немқұрайлы қарамау керек. Егер бүгінгі видеодан кейін ойыңызда бір күдік пайда болса, өзіңізді бір қауіп тобына жатқызатын болсаңыз, ертеңге қалдырмай дәрігерге барыңыз. Уақытында тапсырылған бір анализдің өзі сіздің болашағыңызды толықтай өзгертуі мүмкін. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, арнамызға жазылып, лайк басып, өз ойыңызды комментарийда қалдырғаныңыз бізге жақсы. Сіздің жалпы отбасыңызда осындай тромбоз жағдайлары болды ма, қандай алдын алу шараларын қолданасыз деген секілді сұрақтарға жауап жазсаңыз, басқаларға да пайдасы тиер еді. Ең бастысы, осы видеоны жалпы жақындарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл қазір сіздің жақындарыңыздың бірі осы тромбофилиядан бейхабар болуы да мүмкін. Және өзіңізді, жақындарыңызды күтіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.